Қайырлы күн, менің каналымның оқырмандары. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын және көтеріліп пісетін булочканың рецептімен бөлісемін. Булочканың рецептіне өте қарапайым, үйде бар заттардан жасаймыз. Яғни бізге 200 грамм сүт қажет және 2 жұмыртқа, қаймақ 150 грамм, үйдің қаймағы және де 150 грамм қант, одан кейін 15 грамм дрожжи қолданатын боламыз. Біз ең алдымен осындай ыдысымызды алып аламыз. Үлкен, кеңірек болу қажет. Осыған жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін барып, жылы сүтіміздің үстіне дрожжимізді салып, жақсылап дрожжиміз ерігенше араластырып аламыз. Біздің қолданылып жатқан ингредиенттеріміз, яғни сүтіміз, жұмыртқамыз және де қаймағымыз бөлме температурасында болса, және де сүтіміз яғни жылы болу қажет. Осылай қолдансаңыздар, сіздердің аштықтарыңыз тез ашып, булочкаларыңыздың қамыры тез көтеріледі. Енді қаймағымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейіннен жұмыртқамызды, қантымызды салып, осылай жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап жұмсақ қылып илеп шығамыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң жылы жерге орап қоямыз. Кейін бір көтеріліп шыққаннан кейін тағы да бір басып, одан кейін екінші көтерілгеннен кейін барып қамырымызды алып, осылай 3 бөлікке бөліп шығамыз. 3 бөлікке бөліп суала жасап қоямыз. Осылай әрқайсысын суала жасап алғаннан кейін қалған екеуін орап қоямыз. Одан кейін ал біреуін болса осылай жайып, жұқа қылып жайып шығамыз. Қатты жұқалықта емес, 0,5 мм қалыңдықта жаямыз. Осылай біз жайып болғаннан кейін осы қамырымызды 8 бөлікке бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп болған соң, осы Три желанияның вареная сгущенкасын әрқайсысына осылай салып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша творог немесе варенье салсаңыздар да болады. Бірақ маған вареная сгущенкамен өте дәмді шығады. Салмамыз салып болғаннан кейін осы дәл видеодағыдай қылып орап шығамыз барлығын. Барлығын орап болғаннан соң барып, ыдысымызға осылай арасын алшақ-алшақ қылып салып аламыз. Кейіннен салфанға ауа кірмейтіндей қылып орап қоямыз 10-15 минутқа. Яғни тағы да бұл көтеріліп шығады. Одан кейін барып жұмыртқамызды жағып, 180 градус ысып тұрған пешімізге салып аламыз. Піскенге шейін салып аласыздар, яғни 20-30 минутқа. Астарыңыз дәмді болсын. Менің булочкам өте керемет болып шықты. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып кетіңіздер.